сахнада арайлы Ақтөбе қаласынан келген қоңыр ата өлеті Ақтөбенің ақ келіндері. Ана, не дейсіз? Сусын бере қойшы. Шай ішісе қойын. Тұратыңыз. Ата қайда кетті? Ақның елші бай сыртта. Алдына қарап. Ата, кетмейсіңдер ме? Ананың басына отыра қойыңыз. Менікі тағы жоқ, балдарыңыз. Білмеймін, қайда кеткенін. Күндіз көрмейтін болдық, түндізді көрмейміз. Кететін осы үйдің бәрін деген ана тұмар ойындарға құртып болды ақшаның бәрі. Осы міне сіздер қойып атқан соңғы ақшаны шығарып отыр. Не істейтінін білмеймін. Міне келді ғой сүмірей. Әке, ұтылып қалам деп ойламай едім. Ұтылып қалдым, ойымда бүкіл үйдің ақшасы кетіп қалды. Не дейді? Айтатыны өтірік. Шашадым мен. Айтатыны өтірік. Шашадым кетемін мен бұл үйден. Құлыным ау не болды саған? Неменеге олай жасадым? Мен саған отбасыңа қарамайсың ба? Ойын бүгін бар, ертең жоқ. Атанаңды неге құрметтемейсің? Әке екеуміз түні күні жұмыс істеп, осы сендерді асырап өсірдік қой, осындай күнге кешектеп кім ойлаған? Неменеге бардың олай? Неменеге бардың? Не жетпейді саған? Шашадым мен. Ата, шеше, сәлем бердіңдер. Амансыздар ма? Көңіл күйлеріңіз жоқ қой, не болды? Аман жоқ па? Жақсы ма бәрі, не болып қалды? Интернеттің құлы болып интернетке кіріп кеткен қайғыр ақшаны сал қайткенің. Sana veriyor, babama sana veriyor, böyle değil ayında. Aynalayın gitti, nemelimizde biz daire görmeye karanlık köyümüzde. Kelincan, bırak şunu da bir şimdi. Şaşadım ben, aydanın beri oturup, kırmızı olsun kuretimiz, otpasını oynanmak hiç mi gerekmez bunu? Kelincan бол dedi, бір ашуым келеді, Kelincan. Неге интернеттің пайдасы бар ғой? Мен пайдасын көріп жүрмін интернеттің. Міне қарашы, саған көрсетейін. Неге қазақтың ұлттық ұмыт болған тағамдарын енемнен үйреніп, соны әлеуметтік желіге салып, неге өзімнен кейінгі жас келіндерге насихаттап үйретіп жүрмін. Сол арқылы табыс та тауып жүрмін. Керемет екен ма? Сені керемет екен міне, қарашы. Сол нәрсені өзіңде қолыңа алсаң, жақсы табысқа келесің. Күшті екен, үйренетін заты көп екен. Қайным, бұл қайткенің қазіргі заманда интернетті пайдаланып, зиянын көрмей, пайдасын көруге болады. Көрдің ғой, жеңеше қалмай, істермен айналысады, бос уақытын босқа өткізбейді. Кезінде білесің ғой, біздің атамыз деген қамшы өріп, әртүрлі бұйымдар жасаған. Өзінен кейінгі ұрпақтарына, балдарына үйретті. Сен де атамнан үйренсең, соны қазіргі дамып жатқан осы интернет желісі арқылы сен де салсаң, балаларға көрсетсең, оны көрермендер жинайсың. Ол арқылы ақшада табуға болады. Иә, табысты көзім ол. Әке, мен де жалғастырайыншы онда. Мен де үйренем, мен де жұмыс жасайын, мен де ақша табам, мен де саған ұқсаған мықты әке болам.
ой айналайын. Өртпен өссін қарағым. Айналайын келіндер. Ана балдарымызға ақыл беріп жатсыңдар. Өркендері өссін. Ата дәстүрімізді жалғастырып, интернеттің пайдасын көретін болсаңдар, біз бата берейік сіздерге. Бақытты болыңдар. Рахмет келдіңдер, жарайсыңдар. Мына ютубтарыңнан, интернеттен осы дәстүрге жол қоғамдық бірлестігі Айнұр ханымның да жастарға деген салт дәстүрін үйретіп жатыр. Соны да қарап отырыңдар. Жарайсыңдар келіңдер. Бақытты болыңдар. Ел халқымыз аман болсын, елде тыныштық болсын. Бұндай алдандасың балдарымыз. Енді қалған жерде интернеттің тек пайдасын ғана көрсін. Ел халқымызға тек береке бірлік тілеймін, денсаулық тілеймін. Еліміз тыныш болсын. Музыканы қосып кішкене.